Аллах субханаху ва таала айтады: "Иннамал муъминуна ихва". Момундар бір-біріне ағайын дейді. Негізінде біз араб тілін тек қана ақида үйренуіміз керек емес. Жалпы араб тілін үйреніп бәрін сөйлеңдер сол тілде. Түсінікті ме? Себебі араб тілінде сөйлеу бұл Құранның тілімен сөйлеу. Расул саллаллаху алейхи ва салламның тілінде сөйлеу. Араб тілімен сөйлеу ол Құранның тілін ұлықтауға кіреді. Сол себептен сен ұлық боласың, одан ұзақ болған сайын қорлыққа жақын бола бересің. Араб тілімен сөйлеу адамның ақылын көбейтеді. Өзінің пікірін зерттеп алып келуді үйретеді. Бұл ғалымдардың сөзі. Бір сөз бар, имам Шафи рахимахулла айтады, араб тілін білетін адам, наху сондай пәндерді білетін адам, адамдардың ішіндегі жындарға ұқсайды дейді. Қалай жындарға ұқсайды? Яғни басқа көрмегенді көріп тұрады бұл. Себебі жындар біз көрмегенді көреді ғой. Аллах айтады ғой: "Иннаху яракум хува қабилуху мин хайсу ла тараунахум". Бұл шайтан және оның достары, серіктері, сендер оларды көрмеген жағдайда олар сендерді көріп тұрады дейді. Шафи рахимахулла араб тілін білетін адамды осылай дейді. Адамдардың ішіндегі жындары сияқты дейді. Басқалар көрмегенді көреді дейді. Түсінікті ме жоқ па? Себебі бұл араб тілінің қасиеті. Сол үшін бұл араб тілімен сөйлеу тек қана ахи деген сөзбен шектелмей, жалпы араб тілін сөйлеуге үйрену керек. Өзің үйрен, әйелің үйренсін, балаң үйренсін. Амма тек қана ахи деген сөзбен шектеліп, соменен бір қасиетке жетемін деп ойласаң, онда ешқандай қасиет жоқ. Егер соны елдер жек көрсе, тастап қоя салғаның жақсы. Егер деп атым. Ол ахидің ешқандай қасиеті жоқ. Араб тілімен сөйлессең, ол қасиетті.